Сәлеметсіздерме? Бүгінгі үйренетін пряндігіміз чүчи пряндігі. Бұның материалдарымен танысайық. Сармайдан 400 грамм дайындайсыз. Сумайдан 250 грамм, шекерден 350 грамм, жұмыртқадан 2 тал, судан 250 грамм, ұннан 1 келі 100. Енді осы өлшем біраз көбірек шығады. Сіздер семьяда тең жарымында істесеңіздер болады. Істетілу басқышы дадан тиыға ең алдымен сумай мен сармайды салып көптіріп аламыз. Шекеріміз бен суымызды бірге шекерімізді ертіп аламыз да, жәнегі көптіріп жатқан майымыздың үстіне құямыз. Шекерді ертіп алған соң жәнегі көптіріп алған майымызды шекеріміз бен суымызды қосамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Қасықтың ұшымен азғантай сары рең қосасыздар. Енді қоңменға қосып жүрсіздер ғой, білесіздер. Осыдан азырақ рең қосасыздар. Ең соңында ұнды салып араластырып аламыз.